Шымкент қаласы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы 72-ші жалпы орта мектептің 8-ші Ж сынып оқушысы Сұлтан Ару Жаппарқызы табиғатты аяла жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғат зерттеушілерінің қалалық форумын өткізу ережесі бойынша жеңіс мамыры номинациясы флористикалық панно жұмысын жасадым. Маған бұл жұмысты іске асыру үшін көптеген өсімдіктер қажет болды. Яғни кәдімгі аулада өсіп тұратын табиғи өсімдіктер. Нақтырақ айтатын болсам, бақбақ гүл, шырша, көгал және де қураған ағаштар. Бұларды қолдана отырып, мен флористико панно түріндегі саябақты құрастырып шығардым. Және де суретім одан сайын әдемірек болып түсу үшін мақта қолдандым. Яғни мақтаны бұл орнына қойдым. Шымкент қаласында Бәйдібек би саябағында қазақ хандығының 550 жылдығына орай ескерткіш салынған болатын. Мен сол ескерткішті табиғатымызды дәріптеу, аялау мақсатында флористико панно түрінде, яғни өсімдік